жеңіл болу үшін, іштегі сезім ренішті ұмыту үшін не істеу керек? Адамды әулие көрмеу керек, адамға қатты байланбау керек. Адам өзі сынақ адамға қатты байлаған жерден келеді. Сіз кімге, неге, не нәрсеге қатты жүрегіңді байласаң, проблема солдан келеді. Байлықты ойласаң, бірінші орынға қойсаң, проблема байлығың болады. Қызметіңді, креслаңды, өмірлік мәселеңді ойласаң, проблема сол жерден келеді. Балам десең, проблема балаңнан келеді. Байым десең, проблема байыңнан келеді. Қатыным десең, қатының көзіңе шөп салады. И сол сияқты проблема болады. Неге? Жоқ, Құдайдан жоғары еш нәрсені қоймаңыздар. Яғни адам, ол адам, түсініңіз, бала болама, басқа болама, адам. Сондықтан әр нәрсеге Құдайдың нығметі, Құдайдың жақсылығы деп түсініңіз. Бұл өмір сүру жеңіл болады. Одан кейін бауырым десең, сол бауырың бетіңе пошел вон дейді, бетіңе кетші бар дейді. Надоел қаным ішіп біттің дейді. Өйткені неге? Сіз жақсылық істейсіз де соны талап етесіз. Маған мынаны берші, мен саған мынаны істедім, мынаны талап етесің, таяқ жейтін жерің сол болады. Ешқашан көңілің толмайтын болады. Мәселе осыда.